Менің жасым 25-те, атым Аяулы болады, Шымкент қаласынан. Тұрмыстамын, 3 бала шағам бар. Қазіргі таңда жұмыс істемеймін, үйдемін, декреттегі анамын. Баста негізі үйде отқаннан кейін қосымша табыс тапқым келеді, тек күйеуіңе қарап отырмай. Сіздерге жаздым, курс алғым келіп, сол кезде курсты сатып алдым. Новый годта. И январдан бастап уже тәжірибе жүзінде заявка бере бастадық. Сол кезден бастап қазіргі таңға дейін жақсы, уже біраз опыт жинап қалдық, біраз тендерлерге қатысып ұтып, соның пайдасын көріп жүрміз. Декреттің алдында істемедім, мен негізі оқу бітіре салып, декреттен декретке өтіп кетті. Артынша енді соны үйде құрып отырасың ба, осыны баста деп ноутбукты алып бер, барлық жағдайды жасап берді күйеуімші. Екеуміз қосылып істейік, негізі айтады ғой, сондай жолдас екеуі жүппен жасаған жұмыстың берекесі болады деп, шынымен соған көзім жетті. Мен қазірше біз бірімізді толықтырып тұрамыз да, мысалы. Әрине қорқыныш болды, себебі жұрттардан естиміз ғой, ой, ол тендермен айналысады, оның ақшасы көп деп қызығамыз, бірақ оны ұту қиын дейді. Енді біз Шымкентте тұрғаннан кейін тем более бәрі айтады, ой, оны ақшаң болмаса ұта алмайсың, көке жәкелерің болса ұта алмайсың, айналыспай ақ қойыңдар деп біраз адамдар да айтқан, естіген кезде курсты сатып алдық дегенде. Содан уже қорқыныш пайда болды, басында қорқып жүрдік, кейін қорқып жүрсек жүре береміз ғой деп, бірінші тендерді ұтқан кезде уже қорқынышымыз сейілді. Өйткені біз ешкімге бір тиын да берген жоқпыз, тек өзіміз түні бойы заявка бере бердік, қарасақ уже ертесінде ұтқанбыз. Солай күні бойы ұтқан нелеріміз келе берді. Артынша сол кезде 100% көзіміз жетті, что ешкімге ақша берудің қажеті жоқ, тек қана адал еңбекпен, өзің түнімен отыр көз майың тауысып заявка берсең ұтатынымызға көзіміз жетті. Сол кезден бастап уже қорқынышымыздың барлығы сейілді. Одан соң ақша түсе бастады счетымызға. Соның барлығына уже көз жеткізгеннен кейін біз бүкіл жан дүниемізбен тендерге кірістік қой. Бос уақытымыз бола қала сразу ноутбукты ашатын болдым қазір. Аға көке іздеген жоқпын, ешқандай пара берген жоқпын. Сол біз баста қорыққандықтан енді біз Қазақстан бүкіл қалаларына шықпадық, тек қана өзімізге жақын осы Түркістан облысы, Шымкент қаласының тендерлеріне қатысып бастадық. Бірінші опыт жинайық деп, оған қоса аз суммадағы тендерлерге қатыстық, өйткені документтердің барлығын үйреніп алайын бірінші дедім. И алғашқы тендерімізді біз Шардара қаласынан ұттықпыз. Шардара қаласына күйеуімнің өзі доставка жасады өзінің көлігімен. Сол қалай курста, видеода қалай көрсетілген, дәл солай жасадық құжаттың барлығын. Сертификатымен енді сол описанияға сай товарды алып бардық. Барлығын ой, адамның істеген, адам істейтін сол кезде көзіміз жетті ғой. Түркістан облысын айналып, жанымыздағы жақын қалаларға шығайық деп, содан кейін Тараз, Қызылордаға шыға бастадық. Бос уақыт деген жоқ та, уже өзіңді басқа нәрсеге айналдырасың ойын, тек бала-шаға емес, бала-шағаның барлығын садикке шығарып салғаннан кейін үлкендердің сразу ноутбукке отырасың, әйтеуір айналысатын бір жұмысың бар. И бір шетінен документацияның бәрін мен жасағаннан кейін, бірақ ИП күйеуімнің атында болғаннан кейін кейде бір поставщиктер звондап жатады, заказчиктер, то есть сол кезде білмеймін, бухгалтермен звондаңызшы деп, күйеуім өзінше мен номерін береді, маған звондап айтады, осындай ИП осындай дейді. Маған айтады, сен айттың, сен соның барлығын білесің, өзің жауап бере берсің деп, өзінше болып қаласың да. Маған сол әйелім білет барлығын деп. Қорытындылап айтқанда, мысалы, көп адамдар айтып жатады, енді ақшасын қимайтындар көп. Курс маған үйрете салшы, мен ютубтан көріп алдым тендерді, ананы мынаны, сен маған тек анаған көмектессең болды деп айтады көп таныстарым. Мен оларға айтамын да, азғандай ақшаға курсты үйреніп, одан да в будущем қанша минусқа кірмеу үшін қазірден үйреніп алдыңдар деймін да. Барлығын, мысалы, мақал бар ғой, малды да қасапшы сойсын деген сияқты. Барлық нәрсенің өзің тәжірибелі мамандардан үйрену қажет. Сонда уже өзіңе деген, мысалы, білім өмір бақи өзіңде қалады да. Біз как раз сол кезде жеңілдікпен алдық қой курсты, бірақ оның ақшасын 10 есе ма әйтеуір шығарып алдық қой курстың ақшасын. Нақты 20 тендер ұттым, оның арасында енді кейбіреулерінде 2 лот бар, 3 лот бар да, оның барлығын жекеміз, бірақ 20 тендер ұтқанбыз осы уақытқа дейін. Оның таза пайдасы сол 1 миллион 10 теңге болып тұр ғой, кеше счетқа қараса 1 миллион 10 теңге
тұрды. Егер Сабина ханым курсын алсаңыздар, точно енді үйреніп кетесіздер. Өйткені ол жерде видео сабақтарда бәрі түсінікті. Өзіңіздің қорқынышыңызды жеңіп, тендердің саласына ойланбай кіріп кете аласыздар деп айта аламын. Демек, сіз менің миллионерімсіз, да? Иә, енді точно. Енді точно 100% сіздің менің миллионерімсіз. Тендердің артықшылығы, сол бірінші артықшылығы, мысалы, свободный график дейді ғой. Ешқандай мемлекеттік жұмыста істейтін болсаң, уже ерте тұруың керек, кешке дейін жұмыста болуың керек, ондай емес. Тендерде мысалы өзіңнің қалаған бос уақытында кіресің, қалаған бос уақытында қатысасың деген сияқты. Определенно мына уақытта қатысу керек деген емес. Мысалы, біреулер түннен кейін бос болады да, күні бойы бос емес, түнде де істей беруге болады да. Бұл жұмысты барлық основной жұмыстардың барлығын тындырғаннан кейін бір артықшылығы сол свободный график. Екінші артықшылығы, ешкімге тәуелді емессің, сенің ешқандай бастығың болмайды, мына жұмысты былай істе деп саған бұйрық беріп отыратын. Өз-өзіңе бастықсың тендерде. Алғашқы ақша түскенде енді сенімсіз боласың ғой, өйткені бұл тендерде затты апарып болғаннан кейін заң жүзінде бір айдың ішінде түсу керек деп жатады ғой. Біздікі бір 2 аптадан кейін түскен ақшасы. Сол кезде точно ақшаны түсіреді екен ғой, бұл шын екен ғой, тендер деген бір тиынына дейін түсіріпті ғой деп күліп жатырмыз. Ол жерде мысалы саудаласып, бір ақшаңды жеп қойып, ондай емес. Қай суммаға ұттың, тура соның 1 теңгесіне дейін түсіреді. Сол кезде уже 100% сендік қой, тендерде ақша барын, пайда барын, точно ақша түсіретінің. Уже сол кезде ақша түскеннен бастап заявка қайта беріп бастадық. Ол бізге сенімділік беріп, алға қарай қадам аттауға мүмкіндік берді. Біздің бірінші ақшамыз түскен кезде, енді бірінші ақшамыз көп емес тұғын, уже біз 2-3 тендерден кейін барлық құжаттарға кәдімгідей опыт жинап алдым мен өзім. Одан кейін уже одан да крупный суммаларға маржасы көптеу тендерлерге қатыса бастадық та. Бастапқы кезде мысалы 10 мыңды, 15 мың, даже 5 мың 5000 теңгелік тендерге қатысқанбыз. Сол кезде күйеуіме тауып қоймай, 5000 теңгелік, 10 000 теңгеліктерді опыт жинай берейік, опыт мақыл деп ол да бере береді. Кейін уже әжептәуір ұтып, опыт жинағаннан кейін 10-15 мыңдықтар тауып қойсам, айтады, қойшыларға қатыспаймыз, болды, опыт бар ғой дейді. Ойлаймын, менсінбей қаласың ба 10-15 мың тендерін десем, шынымен ғой, болды ғой, барлығын білеміз ғой, крупныйларға шыға береміз деп күледі да. Сол үшін бастапқыда минимальный суммадан бастаған жөн деп ойлаймын мен өзім, өйткені опыт жинағанша, өйткені бұл жерде үлкен ақшалар, күрделі жұмыс, бірақ енді курсты оқып, барлығын білгеннен кейін қиыншылық болады деп айта алмаймын, өйткені барлығын білесің, уже маманы боласың почти. Ең ірі дегенде анау айтқан пайда емес, бірақ ол уақытқа дейін біздің пайдаларымыз 30 мың, 40 мың, даже кейбіреулерінен айттым, опыт жинау үшін 2000 теңге, 3000 теңге болды. Біз ең көп осы открытый конкурстен 150 мың пайда көрдік. Ол доставкасіне, басқаларға кеткенде 150 мың теңге таза пайда өзімізге қалды. Негізі курсты сатып алғаныма өкінбеймін. Баста ақшасын төлейтін кезде күйеуіме осындай ақша болды, төлейміз ба, аламыз ба дегенде біраз ойланып, күйеуім ойланды, аламыз ба, алмаймыз ба, итог бола ма деп. Сол кезде мен өзім іштей сездім, осы курс бізге пайдасын тигізетініне, давай төлей, қазір аударайық ақшасын деп. Шүкір, қазір сол курстың пайдасын көріп жатырмын. Тендерге қызығы, бастағысы келетін жандарға айтарым, әркімнен үйреніп, ютубтан үйренгенше бір курсты сатып алған жөн, өйткені сол курстың арқасында в дальнейшем неше миллиондаған ақша табуға болады. Курс өзін 100% өтейді. Тем более сіздің курсыңыз өтейді, өйткені сіздікі шайнап бергенде ауызға барлығы егжей-тегжей айтылған. Сіздің курсыңыз өте қатты ұнады маған. Барлық курстардан 100% күшті деп айта аламын. Менің секретім, барынша көп заявка берген сайын соған қарай итогі болады. Мысалы, біреу екеу беріп қойып, бетіне қарап, ұтпадық деп ұтпаймыз да. Біз қанша мысалы күніне кемінде 5-6 заявка береміз. Кейде түнмен отырып 10-12 заявкаға дейін кетеді. И уже қарасаң, сол 10-12 заявка берсең, уже соның кемінде 1-2-ін точно ұтасың.